Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Шу пирожныйын дайындаймыз. Ең алдымен крамбл жасаймыз. Ұн, қант, сапасы жақсы сары майды саламыз. Басын біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Міне бізде дайын болды крамблымыз. Дайын болған крамблымызды пергамент қағазын ортасын ашамыз. Ортасына салып, оқтаймен жұқалап жаямыз. Міне дайын болған қамырымызды ойғыштың көмегімен оямыз. Ойып болған соң тоңазытқышқа қатуға жібереміз. Ол уақытта заварной тесто дайындаймыз. Су құямыз. Сапасы жақсы сары майымыз салып, ерігенін күтеміз. Міне біздің сары майымыз еріді. Қантымыз саламыз. Шым-шым тұзымыз саламыз. Және ұнымызды барлығын бірден салып жібереміз. Жақсылап араластырамыз, тоқтатпаймыз. Осындай қамыр дайын болады. 2-3 минуттай баяу отта араластырып тұрамыз. Қамырдың ылғалдылығы кетуі керек. Міне осындай ыдыстың түбіне бір қабаты жабысса, дайын болды деген сөз. Енді бөлме температурасында суытамыз. Суыған қамырымызға жұмыртқамызды бір-бірлеп қосамыз. Миксерлейміз, не болмаса лопатаның көмегімен араластырсаңыздар да болады. Маған миксерлеген ыңғайлы, сол үшін мен миксерледім. Міне бізде осындай қамыр дайын болды. Енді вупипайдың насаткасын пакеттің ішіне салып құямыз және пергамент қағазын төсеп, осылай құйып шығамыз. Тоңазытқыштан крамблымызды шығарып, қатып тұрған крамблымызды заварной тестамыздың бетіне бір-бірден қойып шығамыз. 180 градуста 20 минутқа духовкаға жібереміз. Ол уақытта крем дайындаймыз. Салқын сливкиге қант ұнтағын саламыз. Миксерлеп аламыз. Үстіне творожный сырт саламыз. Жақсылап араластырып, өз формасын ұстайтын осындай крем дайын болды. Пісіп шыққан тестамыздың бетін кесеміз. Осындай іші бос болуы қажет. Енді дайын болған кремімізді әдемелеп құйып шығамыз. Бетін жабамыз. Бізде осындай дәмді шу пирожный дайын болды. Қант ұнтағын сеуіп, шайға ұсынсаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар.